Сол психологиялық мега тренинг осыдан 6 жыл бұрын мен алғаш тікелей эфирлерде өткізгенмін, яғни тренинг ретінде өткізгенмін. 3,5 мың қазақстандық тыңдаған. 3,5 мың адам оны өзінің пайдасына асырды. Қаншама адам тек осы тренингтің арқасында өмірді өзгертеді. Өйткені ол жерде 12 түрлі аса күрделі тақырып бар. 12 түрлі. Ол бір ауыз сөз емес. Кейбіреулер сияқты бір техниканы алдап сатып отырған дүние емес. Олай емес. Ол шын мәнде психологиялық тренинг. Біреулердікі сияқты жалған психологиялық емес, эзотерика басқа емес. Оның ішінде қандай мәселе қамтылады? Сіздер үшін айтып өтейін. Ең бастысы біз оны ең соңғы жүйелеп жүргізген кезімізде сақтап қойдық. Ол қазір онлайнда тұр. Біріншіден ол жерде миды қоқыстан тазарту деген нәрсені үйреттік. Оны кейін қаншама психологтар мен сол тренингіме қатысып, ұрлап алып кейін сіздерге қаншама ақшаға сатты. Миды қоқыстан тазарту деген нәрсе бар. Қажетсіз ойлардың бәрінен арылу, энергияны қайта жинақтау. Алдымен энергияның қайда кетіп жатқанын анықтау, энергияны қайта жинақтау, уақыттың қайда кетіп жатқанын анықтау, уақытты басқару, жалқаулықтың неден пайда болғанын анықтау, жалқаулықты жеңу, немесе жалқаулықты басқару. Оны өзінің, былайша айтқанда, өзінің мақсаттарын өзің басқару деген нәрсе бар оның ішінде. Тура сол секілді. Назарды шоғырландыру, назар, концентрация, внимание деген нәрсе олай. Назарды шоғырландыру, назарыңды өзің басқару, нақты бір істерге назарын шоғырландырып, жасай алмай жүрген нәрселеріңді жасау жолдары, яғни әдістер үйретіледі ол жерде. Одан кейін ол жерде есте сақтау қабілетін арттыру. Одан кейін ең бірінші, ең маңызды нәрселердің бірі өзіңе деген сенімділікті арттыру. Баяғы өзін жақсы көру жұрттың айта беретін нәрсесі. Ол да соның құрамында бар. Өзіне деген сенімділікті арттыру, тұрмыс құру мәселесін шешу, ашуды жеңу, ашудан арылу, күйзелісті жеңу, стресс, яғни стресстен арылу. Жалпы мына өмірде басқа да арылуға тиіс нәрсе, уайымнан арылу, қорқыныштан арылу, ең үлкен тақырыптардың бірі. Бәрі сол бір ғана тренингтің ішінде. Онымен қоса жаңа айтқандай тұрмысқа шығу мәселесін шешуде сол жерде оның өзі 10 бөлімнен тұрады. Тек қана тұрмысқа шығу мәселесін шешу 10 бөлімнен тұрады. Және қаржы мәселесі, қарыздан құтылу, қаржы жинақтау мәселесі. Ол да аса үлкен 10 бөлімнен тұрады. Сондықтан бұл 12 тақырыпты қамтитын 12 сағаттық аса үлкен мега тренинг. Саналы өмір деп аталады. 6 жыл бұрын жарыққа шыққан. Тағы да айтам, қаншама психологтар ұрлап, жырлап, жырымдап біраз таратты ғой елге. Бірақ ұрланған ақпарат жарған ақпарат емес. Бұлақты бастауынан қанып ішу керек. Сондықтан сол жерден қарап көріңіздер. Пайдалы болатынына мен кепіл. Қараңыз, тыңдаңыз. Көп нәрселерге мүлде басқа көзбен қарайсыз.